Мен бұл спортқа келгеніме себепші болған әкем бірінші. Осы тренеріме мені алып келді 2014 жылы. Келген себебім, мен өзім спортты кішкентай кезімнен жақсы көретін. Бірақ та бастағаным ең басында 2013 жылы вольный борьбадан бастағам, вольныйдан. Сол вольныйдан бастап, 2014-те осы залға әкелді әкем. Басқа зал болатын ба, баяғыда. Короче, осылай дайындалып, только ауыр еңбек еттік, көп тер төктік. Өзің туралы айтып Өзім туралы? Жанұяң туралы, өзің туралы. Мен 2005 жылы 6 қаңтарда Алматы қаласына дүниеге келдім. Негізі менің ауылым Тараз қаласы, Меркі ауданы. Әкем сол жақтан, туысқандарым сол жақтан. Мен спортқа және де бұл келген себебіме ағам бар, мен туған ағам бар. Оның аты Нұрдос. Ол да спортпен айналысқан. Кішкене желаниясы қайтып, мотивацияны тайып, кішкене жұмысқа неге кетті. Спорт ұлыш қойды. Одан үлкен сестрам бар. Одан төмен қарындастарым бар. Осы қарындастарым да, сестрам да, ағам да бәрі маған көмектеседі. Қандай жағдай болмасын. Анам бар, постоянно көмек беретін, негізі анам. Ең бастысы. Мамам, ең бастысы. Мамаң жекте көре ме? Көреді. Мама ондайдан қорқып еді. Спокойно көреді. Мамам понятиясы бар. Рингте ма? Иә, рингте. Рингте жиі қолданатын 3 тәсілім. Қолмен бастаймын. И сонан лоу-кик. Лоу-кикпен аяқтаймын. Екінші тәсіл ол шынтақ. Үшінші тәсіл клинч қой. Қиын болды ма? Салмақ қиын болды, өте қиын болды. Негізі мен өзіме қатты сендім. Ұтатынды білдім мен. Ағайдың да поддержкасы мықты болды. 58-ден қоладым, 57-58. Қазір түсіп кетті салмақ. 55 жарым, 55 болды. Проблема болған ба? Бесогонкаға дәл шыққан. Бесогонкадан проблема болды. 3 килограмм перевес болып кетеді. 2 жарым перевес болып кетеді. Бірінші жекте? Жоқ, полуфиналдың алдында болды, финалдың алдында да болды. Финалдың алдында қиын болды. Түнде қуаладық салмақ. Жәнібек деген братан болды қасында. Бірге қуаладық. Кішкене үйретті. Секреттер айтты. Мен Муайтеда топ спортшы. Ол капитан Пик деген тайыз. Капитан деген, Тайланд деген. Ол өте мықты спортшы. Ал егерде Қазақстандыққа келсек, Сәрсенбеков Алмас өзімен өтті. Баяғыда өрлескен Саясат Веламан өте технар. Галиев Әбіл, содан Галиев Ишан. Осы төртеу. Үлгі маған. Мотивация берді ма саған? Мотивация берді, жазды, бәрі жазды. Әбіл мен Алмас ағай неде құттықтады сол жарыста. Ал Ишан ағай мен Еламан неде? Сообщением, перепискамен құттықтады. Еламан не дейді, қандай мотивация? Еламан звондады, видеозвонокпен звондады, голосовой жіберді. Красавчик бауырым, жолдан тайма, дух қылан, дух. Өте мықты мотивация берді. Ишан ағай жазды. Ишан ағай дәл жазды. Осындай ағалар поддержка бермейді. Приятно болды. Өте приятно. Осы төртеу Қазақстанда, не только Қазақстанда, мирда лучше ғой. Особенно Еламан техникасын айт маған. Саясаттың әдемі. Тренер туралы не айтып? Тренер, өзім тренерім. Өзім тренеріме сөз жоқ. Мен үшін барлық нәрсе істеді, былай қарап тұрсаң. Өте көп нәрсе істеді. Ақша бұлаш жетті маған. Мен таскат еткен осы кісі. Дайындаған да осы кісі. Осы кісінің көп еңбексін маған. Көп көмек тиді. Қалай ойлайсың, кемшіліктерің бар ма? Кемшіліктерім бар. Кемшілік көп. Мысалы, кемшілік. Кішкене андай неуверенность кемшілік болды. Неуверенностьін духпен бермедім.
кішкене Басында ғана басында болды, иә, басында шыққанда всегда. Содан кейін уже финалға таман уже уверенность пайда болды. Сол ең қателік сол болды, кемшілік. Неуверенность болдым да, жүректе. Ойладым, ұтылып қаламын деп. Бірақ финалда Ираниспен шыққанда ше. Финалда Ираниспен шыққанда ол кезде уже Авторитетный жігіт. я заряжен болдым ол кезде. Ол кезде прям заряжен болдым. Авторитетке қарамадым. Мен оның авторитетін екенін білмедім. Сен білмедің? После боя айтты. Ана бой нелерін көрмедің ба? Жоқ, вообще көрмедім. Если көргенде қиын болушы еді. Психологически, иә, жан кететін. Просто мен, например, жекпе-жекте оны көрдім да. 15-18 жылда. Люмпиния төбелескен ғой? Люмпиния төбелескен. 2014-те Малайзияда чемпион мира болыпты. Короче. Пляжный игры жеңіп алған. Глорияда төбелескен. Сосын чемпион мира, күміс жүлдегері, алтын. Иә, чемпион Азии, азиатских игр екен. Чемпион Европы. Кішкене конфликт болып қалды ғой сендер. Конфликт не үшін болды ол? Ол маған бірден секілді ма? Мен бірмен екінші раунд ұтқанды, мен бірді ұтқанды білмедім. Сөйтсе мен бірінші раунд ұтып алыппын, оказывается. Екінші раунд ұтқанды білдім. И мен ойладым, бірмен екі ұтылып қалдым да. Ой, бірмен үшті ұтылып қалдым. И мен, короче, бойды сөйтпей қойдым депші. Сөйтсе мен наоборот неге қарамаппын счетқа. Сөйтсе мен бірмен екіні алыппын, үшті беріп қойдым. И сөйтіп, сол үшін анау не үшін конфликт болды? Ол, короче, типа үшінші раунд концовка алып кеттім, сол үшін маған беру керек деп, типа шум шығар. Намысына тиді. Иә, намысына тиді, короче. Ана жақта регистрацияда 17 жас деп тұр ғой. Сол үшін намысына тиген екен. Бірақ после боя потом сөйлестік, нормально. Келді ма? Я өзі келді. Не дейді? Типа, thank you, bro. Типа, я тебя уважаю, деген сияқты айтты. Иә, типа, оказывается, ты мусульманин. Короче, туда-сюда. Сөйтіп құшақтады да. Оны сот, фотоға түсіп. Қолын берді. Иә, қолын берді. Бірінші шетелге шыққанда андай қатты мотивация болды. Оту үшін өте қатты мотивация болды. Типа патриоттық болады жүректе. Намыс бермеу керек, сондай характер көрсету керек деген. Сондай ой болды баста. Ал ұтылып қалу деген менде ой болмады. Типа если проиграю деген сияқты вообще ондай ой болмады. Чисто настрой мощный болды. Мен білдім, чувство болды менде. Иә, тек қана перед ету керек екенін білдім мен. Өйткені мен ешкім соперниктерімді танымадым, только после боя. А если перед боем болса ауыр болатын еді. Әйтеуір сен зерттемейсің елер қарсыласың ғой? Зерттемедім вообще, жоқ. Тренер зерттеді чисто. Тренер қарайды инстаграмнан, оқиды. Осылай төбелесу керек болды. Ана типа результаттарын айтпайды. Чисто ол осылай істейді, сен надо, короче, дистанцию держать. Клинч болса клинчевать ету керек. Короче, осылай болды. Ал тайцта біз ошибка жасадық. Ойладық тайц. Екі бой төбелесті мен алдында. Чисто стойка істеді, клинч вообще жасамайды. И біз ойладық, типа, ол клинч жасай алмайды депші. И бірінші раундта клинч кіріп едік. Тық шынтақ жіберді. Сөйтсе клинч оказывается мощный. Сондай ошибка болды. Тайцтер көбісіне клинчи қой, бала кезден клинчи қой. Колено. Иә, вязать етеді, жестко вязать етеді. Скруткалар жақсы еді, короче, клинчқа кіргенде фишкалар біледі. Шынтақты көтереді, астыға түсіреді, шыннан аяқтан көтереді. Здесь еще дыхалканы проявать етеді, солнышқадан. Клинчқа? Иә, клинчқа кірген именно. Кіргенде ощущение қалай болды тайцтардың? Крепкий ғой, крепкий прям. Ұсталады, жібермейді. Четко ұстайды мына жақтың бәрін, блокировать етеді қолдарды. А стойкадан дергать етесің ғой, кішкене боксерский тема болсаң, джебпен ұрсаң қолмен уже потеря ұстайды, қайтадан дергать етесің, тебет провалить етеді, қайтадан лол тебесің, қайтадан провалить етеді, анда суетиться кетеді. А если өзінің манерасын істесең, тайский манерада, то қиын болады. Иә, бермейді. Чисто тұрады, дөң дистанция жібермейді. И вынос өзі мықты, вышыдан болды да сол? Иә, вынос шаршамайды олар. Қара күш еще қара күш, иә. Бұлай көрінбейді так. Бұлай көрінбейді екен, иә. Бірақ физически мощный. Қарапайым бала. Иә. Гимн чувство тоже приятное чувство. Кейде иногда жылағың келеді, бірақ андай. Иә, өзің ұстайсың, жақсы, күшті, өте керемет чувство ғой. Ол чувствоны айта алмайсың ощущение. Сөзбен жеткізе алмайсың. Сосын, кім звондады саған? Біреу, туыстарың звондады ма? Ағам, ең бірінші туған ағам. Аты кім? Нұрдос. Нұрдос? Ол звон не айтты саған? Бауырым, красавчик, поддержкасын берді өзім. Құттықтады.
сообщение өте көп келді. Instagram жарылды. Бәрін оқыдың ба? Бәрін прям оқыдым. Әлі қалды кішкене. Әлі қалды. Пиар жақсы болды. Чисто поздравление көп болды. В общем, күшті жарыс болды осынша.